Хадия қайырым қорынан. Ардақ бол дейсің. Атыңыз кім? Толқын. А? Толқын. Толқын, а. Машалла. Қыздарыңыз ба? Неше бала бар сізде? Үш балам бар. Үш бала бар. Үй суық емес пе? Үй салқын. Осы жерде не десіздер ме? Кеше жаққан жоқпыз от. Кеше. Неге? Көмір болмады ма? Көмір болмады оны өзі. Соған от жақпады. Үй суық екен, е? Мына жақта ыс шықпай ма? Бәрі ашық екен. Ыс шығады. Шыға ма? Замаз ету керек не? Қанша адам сонда? 4 адам тұрасыздар, е? 4 адам. 4 қыз ба? 3 қыз ба? 2 ұлым, бір мен тұрып, қызым мен. Ұлдар қайда? Мен ұлым. Ассалаумағалейкум. Ой, Батыр. Атың кім? А? Мирас. Машалла. Күйеуіңіз қайда? Күйеуіммен ажырасып кеткем. Көп болды ма? Көп болды, аха. Кішкентай нешеде сонда? Кішкентайым 9 жаста, ең кішім. 9 жаста? 3 класс оқиды. Мектепте ғой бәрі, е? Үшеуі де оқиды ғой? Үшеуі де оқиды, аха. Үлкен нешеде? Үлкенім 13-те, одан кейін қызым 12-де. Мына қыз ше? Бұл қызым 6 класс оқиды. Ұлым 7 оқиды. Холодильник бар ғой, істеп тұр ма? Ол істемейді, әшеме ішіне андай продукты не салып қойғанға. Шам болмасын деп тамақ. Сыр секен ше? Салқын екен еді. Балалар қай мектепте оқиды сонда? Мына 31-де. Мына үйге қанша туристер сонда? 20 мың төлейміз. 20 мың ба? Қаншан болды көшіп келген мына үйге? 4 жылдан бері тұрам ғой. Осы үйде ма? 4 жылда. Мынаны хотя бы өзіңіз бірдеңе нетуге болмайын бен? Мынаны ертең жағып, ыс шықса балалар уланып қалады. Жазда несіп береді. Алдында хозяинымыз жөндеп берген. Қайттан қыста жарылып кетті ғой. Газ жоқ па сонда үйде? Қосылмаған ба мына үйде просто? Бір менға қосылмаған ғой. Мына жерде тағы адамдар тұрады ғой ме? Или өзіңіз ғана? Осы мен ғана ол жерде квартира. Қай жақтың қазағысыз? Тараздікім. Тараздікісі ба? Алматыда көп болды ма тұрғаны? Осы Алматы облысына күйеуге шыққан негізі. Неге ажырастыңыз? Не болды? Өзіміз бір себептер болды енді. Көмектеспей ма? Алимент? Алимент ештеңке алмаймын. Сіз алиментке берген жоқсыз ба? Бердім алиментке, бірақ төлеп жатқан жоқ. Төлеп жатқан жоқ. Енді осы айдан бастап 50 мыңнан төлеп берейін деген, білмеймін. Бұлай көмектеспейді? Бұлай балалар звондайды, андай ақша керек, мынаған ақша керек деп сол кезде береді. Әкесімен араласып тұрады ғой? Араласып тұрады. Басқа семьясы бар ма оның? Семьясы бар. Мына 20 мың төлейсіздер, е? Жұмыс істейсіз бе? Мешітте жұмыс істеймін. Қай мешітте? Өзіміз осы Кәлін Тұзбастау ауылындағы мешітте жұмыс істеймін. Ішіне әжетхана тазалаймын. Дәретхана тазалаймын. Күнде ғой? Күнде. Қанша жерде жалақы? Жалақы жұма сайын мешіттің ішін тазалаймын. Бұлай күнде жаңағы нені тазалаймын. Сонымен 60 мың алам айына. Айына 60 мың теңге. Балаларға пособие ештеңе берілмейді ғой? АСП деген жоқ, е? АСП алмаймын, потому что доходым жоқ. Сосын жаңағы балаларым сіздің үлкен дейді. Енді мына Тұздыбастау жаңағы осы біздің ауылдың несіне дворнигіне сөйлесіп қойғам. Жұмысқа. Алла жеңілдетсін. Мына нан сатып жатсыз ба, не істеп жатсыз ба? Сосиска пісіріп, жаңағы мектептің жанында магазинге өткіземін, пирожки, сосиска. Өзіңіз нетесіз, е? Аха, өзіміз. Алла, машалла, Алла берекесін берсін. Ол да дұрыс енді кәсіп қой. Жақсы. Кішігірім осы 20-20 талдан өткіземін. Күнделікті балаларыма айтамын, нан, мектепке ақшаларым. Как раз біз сізге не алып келдік? Он алып келдік. Ет алып келдік. Сіздерге Алла разы болсын, көп-көп бәріңізге осындай қол ұшын әкеп продукты беріп жатқандарыңызға біз халқыма рахмет айтам. Бәріне Алла разы болсын.